Бөріне деген қанша пункті бар, қанша түрі бар? Сызба сызықтары 6 түрге бөлінеді. Соның бәрін жеке-жеке Біріншісі называется негізгі жолдаған сызық. Второй это тұтас жіңішке сызық. Третий у нас получается тұтас ирек сызық. И четвертый получается штрих сызық. Также пятый у нас получается штрих-пунктир жіңішке сызық. И последний полусфунктир штрих-пунктир сызық. Жаңағы тұтас жіңішке сызыққа бойы ма там? Жоқ, тұтас жіңішке сызық. Тұтас жіңішке сызық негізгі қолдануын кім айтады? Көркем? Өлшем. Жуандығы. Еспен Нөлде еске дейді жуандығы. Жақсы. Так, Жұлдызай, тұтас ирек сызықтың негізгі қолдануы. Так, жуандығы 1/3-тен 1/2 дейді. Жуандығы, иә? Бұл назарларыңыз үшін рахмет. Сабақ аяқталды.